Баршаға сәлем, менің есімім Асем, Алтын ілмек каналының негізін қалаушы. Сіздермен бүгінгі видеода осындай әдемі круглый сумка тоқитын боламыз. Бұл сумкаға бар жоғы бір моток жіп жетеді. Және видео барысында осындай украшение кисточканы да үйренетін боламыз. Және сумкаға замок тігуді де үйренеміз. Сумканың іші осындай. Іші кең. Тоқылуы өте оңай узор, ратанг узоры деп аталады. Ендеше баршаңызға сәттілік, бірге тоқып үйренейік. Бізге керекті заттармен таныс болайық. Ең алдымен бізде трикотажный жіп, кез келген фирманыкін алсаңыздар болады. Жуандығы 7-9 мм. Менде алтын нитка. Бұл сумканы тоқу үшін бізге бір моток жіп жетеді. Бұл мотокта 300 грамм 100 метр бар. Және соған түстес замок керек бізге. Сумкаға арналған осындай цепочка бау карабинмен бірге. Егер бұндай цепочка ұнатпайтын болсаңыздар, қолдан бау тоқуға болады. Ашылатын екі карабин кольцо бауымызды орнату үшін, және украшение кисточка үшін бір карабин, номер 4,5 крючок, 5-6 номер крючок алсаңыздар да болады. Крючоктың номері үлкейген сайын біздің сумкамыздың көлемі де үлкейе түседі. Қайшы және ине жіп, немесе мынадай мононит ине жіп алатын болсаңыздар, мынадай замоктың түсімен бірдей түсті жіп алу керек. Ендеше кеттік бірге тоқиық. Жұмыста жіпті осылай босатудан бастаймыз, және тоқу барысында жібімізді осылай кішкене созып отырып тоқимыз. 10-15 сантиметрдей кончик қалдырып, осылай саусағымызға айналдырып колечко жасаймыз, және осы кольцодан жұмыс жібімізді шығарамыз. И бір воздушный петля жасаймыз. Енді мұқият қараңыздар. Мына біздің жібіміздің екі жаны екі түрлі, мына жаны тегіс, мына жағы кесілген сияқты. Осы кесілген сияқты жаны саусағымыздың сырт жағында тұру керек. Сол кезде мына крючоктан петляны шығарған кезде мына жағы аккуратно тегіс жағы түседі. Енді мына петлямызды шығарып алдық. Крючокты шығарамыз и мына петлядан кіргізіп, мына петляны мына основной петлядан өткіземіз. И бір воздушный петлямен жабамыз. Бірінші петлямыз кетті. Қараңыздар, тағы да көрсетем. Кольцоның ішінен кіргіземіз. Мына кесілген жағы сыртқа қарап тұр. Жібімізді шығарамыз. Міне кішкене тартып тұрмын, тартып шығардым. Енді осының мына асты жағынан ұстап тұрып, мына екі саусақпен крючогымды шығарып алам. Және мына основной петлядан кіргізіп, ана арт жақтағы петляны осыдан алып шығып, бір воздушный петля жасаймын. Міне, екі петля кетті. Үшінші петляны жасаймыз. Міне. Тартамын. И міне жерін ұстап тұрып, крючогымды шығарып, ана петляны алып шықтым да, и бір воздушный петлямен жабамын. Міне, мынау кесілген жағы сыртқа қарап тұру керек. Төртінші петляны жасап жатырмын. Шығардым. Өте оңай. Міне. 4, дәл осылай 6 петля жасаймыз. Қатты үлкен болып кетсе, кішкене тартсаңыздар, жиырылады. 5-ші петляны жасаймыз. Ұстап тұрып, крючокты шығарамын и мына жақтан алып келемін. Бір воздушный петля. Соңғы 6-шы петляны жасаймыз. Міне, шығарамын. Мынаны алып келемін. И бір воздушный петлямен жабамын. Міне, санайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына жібімізді тартамыз да, кольцомызды бекітеміз. Енді бірінші қатарымыз бітті, қатарымызды жабамыз. Ол үшін мына бірінші мынаның астындағы петляны көріп тұрсыздар, осының екеуінен алып, міне
мына жібімізді, мына петлямызды артқы жағына қарай өткіземіз. Кішкене тартып, бір воздушный петля жасаймыз. Міне. Осымен біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Екінші қатарда прибавкалар жасаймыз. Міне, жаңа бір воздушный петля болды, басқа алмаймыз. Дәл осы соединительный жасаған жерден, міне, осының основасынан кіргіземіз крючогымызды и петля шығарамыз. Жаңағыдай, мынау жіпті мұқият бақылап отырыңыздар. Сол узорлар тек сол узормен тоқимыз, сумка біткенше. Бір воздушный петля. Бұл жерден біреу кетті. Енді каждыйынан екеуден прибавка жасаймыз. Бір. Дәл осы жерге екінші столбик. Яғни петля шығарамыз мынандай. Ротанговый. Екі. Келесі екі петляның арасынан тағы да екі петля шығарып прибавка жасаймыз. Бірінші. Дәл осы жерден екінші, міне. Воздушный петляны ұмытпаңыздар. Міне, воздушный петля. Міндетті түрде. Келесі екі петляның арасынан екі прибавка жасаймыз. Бірінші. Дәл осы жерге екінші. Келесіден, міне, келесі екі петляның арасынан екі прибавка жасаймыз. Бірінші. Дәл осы жерге екінші. Міне, келесі. Жіпті дұрыс ұстаймыз. Бірінші. Дәл осы жерге екінші. Және соңғы прибавка, жаңа біз қатар басталған кезде, өткен қатардағы соединительныйдың үстінен бір петля тоқыдық. Енді соның парын жасаймыз қасына жұбын. Дәл осы жерден, міне қатар басталған жерден тағы бір петля тоқимыз. Енді қатарымызды қосамыз. Мына бірінші тоқып бастаған жеріміздің астында мынандай косичка бар, осының астынан алып келеміз, міне. И мына жұмыс жұбымызды, петлямызды арт жағынан өткізіп, бір воздушный петля жасаймыз, міне. Енді санайық, қараңыздар. Кішкене тартып. Мынау бірінші прибавка, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Общий бізде екінші қатарда 12 петля болу керек. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда бастамас бұрын мен маркерлер қойып алдым. Бұл маркерлер қойылған жерден біз прибавка жасаймыз. Өткен қатарда каждый петлядан прибавка жасадық. Бұл қатарда чередовать етеміз. Яғни бір одинарный, бір прибавка. Мына жерден бір одинарный, бір прибавка. Осылайша общий бізде 18 петля шығу керек. Ескерте кетейін, біз әр қатарды бастаған кезде осы соединительный петляның үстінен алып тоқимыз. Қазір дәл осы жерден бастаймын. Жіпті дұрыстап ұстап алайын. Маркер жоқ жерден
бір петля тоқимын. Бір воздушный. Енді мына маркер тұрған жерді алып тастаймын. Осы жерден прибавка жасаймын. Біреу. Дәл осы жерден прибавка. Міне. Біреу прибавка. Енді мына жерден біреу тоқимыз одинарный. Келесі маркерді шешеміз. Бұл жерден прибавка жасаймыз. Двойной петля, яғни. Бір. Дәл осы жерге 2. Маркер қоймасаңыздар да болады. Бұл қатарларға просто мен сіздерге түсінікті болу үшін маркер қойдым. Дәл осылай чередовать етіп, қатарды аяқтаймыз. 3-ші қатарды аяқтап алдық. Қатарымызды қосамыз. Бір воздушный петля. Міне қараңыздар. Бір одинарный, двойной, одинарный, двойной, одинарный, двойной. Одинарный, двойной, одинарный, двойной, одинарный, двойной. Общий 18 петля. 4-ші рядқа келдік. Мен маркерлер қойып алдым. Қай жерлерден прибавка жасау керектігін. Міне мына жерден прибавка, 2 одинарный, прибавка, 2 одинарный, прибавка, 2 одинарный. Өткен қатарда бір одинарный, бір прибавка болған еді. Бұл қатарда уже арада 2 одинарный болады. Мына маркерді алып тастайын. Осы жерден бастап тоқимыз. Біздің қатарымыз басталған жерден прибавка жасайтын болсақ, қазір тек біреуін ғана тоқимыз. Міне, бір петля тоқыдым. Бұның сыңарын қатар біткен кезде тоқимыз. Қазір мына жерден одинарный тоқимын қасынан. Бірінші одинарный и екінші одинарный. Мынаны қоспаңыздар. Бұның сыңарын қатар аяқталған кезде тоқимыз. Енді мына маркер тұрған жерден прибавка жасаймыз. Бірінші петля и екінші петля. Міне. Мына жерден 2 одинарный. Бір. Екі. Міне. Маркер тұрған жерден прибавка жасаймыз. Осылай қатарды аяқтап аламыз. Міне 4-ші рядымызды аяқтап қалдық. Жаңа бірінші прибавканың сыңарын тоқимын. Осы біздің 6-шы прибавкамыз. Қатарымызды қосып алайық, қазір бірге санаймыз. Міне, бірінші прибавка, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы прибавка. Бесінші қатарды тоқымас бұрын мен маркерлер қойып алдым. Түсіндіре кетейін. Уже бұл қатарда 3 одинарныйдан кейін прибавка болады. Байқасаңыздар, біреу, екеу, үшеу осылай біздің кругымыз үлкейе береді. Мына жерден одинарный, одинарный, сосын прибавка. 3 одинарный, прибавка. 3 одинарный, прибавка. Осылай 5-ші қатарымызды тоқып аламыз. 5-ші қатарымызды аяқтап алдық. 6 прибавка жасадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Общий бізде 30 петля.
6 қатарды тоқимыз. Маркерлер қойып алдым. Бұл жерде уже арада 4 одинарный петля болады. Мына жерде қазір 1 одинарный тоқимыз. Прибавка болу керек негізі. Сыңарын қатар біткен кезде тоқимыз. Дәл мына қатардағыдай. Одан кейін прибавка, 4 одинарный, прибавка, 4 одинарный, прибавка. Осылай 6 қатарымызды тоқып аламыз. Соңғы прибавканы сыңарын жасаймыз. Қатар басталған кезде бірінші петля, қасына екінші петляны тоқимыз. Осымен 6 қатарымыз аяқталды. Қатарды соединительныймен жабамыз. Міне. Санайық. Бірінші прибавка, екінші прибавка, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы. Әр қайсының арасында 4 одинарный петля бар. Общий 36 петля 6 қатарда. 7 рядты бастаймыз. Бірінші біз қатар басталған кезде мына жерден біреу, екінші одинарный, 2 одинарный петля тоқимыз. Одан кейін прибавка. Сосын арада 5 одинарный петля кетеді. Прибавка, 5 одинарный петля, прибавка. Дәл осылай қайталанады. Сонда мына өткен қатарда арада 4 одинарный болды. Бұл қатарда уже 5 одинарный петля болады. Олардың арасында прибавка болады. 7 қатарда тоқып аламыз. 7 рядымызды аяқтап алдық. Бірінші прибавка, екінші прибавка, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы прибавка. Каждыйның арасында 5 одинарный петля бар. 42 петля. Прибавка мен соңғы қатар, яғни 8 қатар бізде. Қазір біз одинарныйдан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 одинарный прибавка. Одан кейін каждыйның арасында 6 одинарный прибавка. 6 одинарный прибавка. Каждыйның арасында 6 одинарный болады. Мына жерде не үшін 5-еу, 6-шысы міне соңғысы мына жерде болады. 6 одинарный. 8 қатарда осылай тоқып аламыз. Міне 8 рядымызды аяқтап алдық. Бірінші прибавка, екінші прибавка, үшінші прибавка, төртінші, бесінші және міне 6 прибавка. Каждыйның арасында 6 одинарный петля. 48 петля общий 8 ряд аяқтаған соң, енді осы 48 петлямен ешқандай прибавкасыз тағы да 3 ряд тоқимыз. Дәл осы ротанг узорымен. Прибавкасыз 3 рядты тоқып болдым. Міне мен уже жіпті қиып тастадым. Бұлай шығарып, енді кончигін жасырамыз. Осы схема бойынша дәл осылай сумканың екінші жартысын тоқып аламыз. Міне дәл солай екінші жартысын тоқып алдық. Жіпті пока кеспейміз. Мына ортадағы жіпті бұлай петлялардың артына жасырып шығамыз. Енді мына жерден, қараңыздар, кесілмеген жіп түрі, осыдан былай қарай 20 петля санап маркер қоямыз. Екеуінен де осылай 20 петля санаймыз. Енді замогымызды орналастырып аламыз. Кез келген бөлігінен бастасаңыз болады. Мынандай инелердің көмегімен міне
қатырып аламыз. Мына мен кончигынан кішкене асырдым. Үш-төрт жерінен қатырып аламыз. Егер бұндай инелеріңіз болмаса, обычный чүйрегіштің көмегімен қатырып қойсаңыздар да болады. Міне ең соңғы мына жерден бір қатырайын. Енді осыны қазір қолмен тігіп шығамыз. Видеоның басында айтқандай, мен мынадай мононитпен тігемін. Әшейін жіппен тігуге де болады, тек цветі мына тоқып жатқан сумкамызбен замогымызға сәйкес келсе болды. Алдымен жібімізді закрепить етіп аламыз. Мен қалай закрепить етемін? Замоктың бастайтын жерінен өткіземін. Қараймын қай жерден бастап жатқанымды, міне. Просто былайынан өткіземін. И мына менде екі жіп қой. Осы екі жіптің арасынан өткізіп аламын. Сол кезде мына түйінге кеп тақалады. И міне болды, ешқайда шығып кетпейді. Енді тігуді бастаймыз. Бізде мына петлядан басталады. Замоктың артқы жағынан алып келеміз, міне. Маған уже мына нені алып тастасам болады, маркерді. Замокпен бірге сумкадан өткіземіз, міне. Енді мына петлялардың ішінен тігеміз, міне петляның ішінен инені өткіздім. И мына жағынан замокқа қарай шығарамыз инемізді, міне. Тартамын. И тағы да қайтарып тігемін. Мен барлық петлядан екі қайтара тігемін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Қаттырақ ұстап тұрады сол кезде. Сенімдірек болады. Міне замок жаққа өткіземін. Енді инені алып тастай салайын. Келесі петляға көшеміз. Тоже асты жағынан алып келеміз, міне. Инем шықты. Петляның астынан өткіземіз. И міне замокпен бірге қосып тігеміз. Қайталаймын. Міне. Дәл осылай барлық мына жерге дейін, мына маркерге дейін осылай тігіп шығамыз. Келесі петляға өтемін. Міне асты жағынан. Инемізді. Мен мынаны вообще тігіске қосып жатқан жоқпын, міне. Инем ойнап жүрек, көріп тұрғандарыңыздай. Міне. И міне. Осылай қатар аяқталғанша тігіп алыңыздар. Тігіп алдық бірінші жағын замоктың. Енді екінші жағын тігуге көшеміз. Сумкамыздың екінші жартысын аламыз. Жаңағы инелердің көмегімен қатырып аламыз. Менде мына жерде жаңа мынандай маркер болған, мен оны алып тастадым кедергі жасамасын деп. Міне маркерлерді бір-бірімен беттестіреміз. Мынаны қатырып аламыз, міне.
қатырып алдық. Енді мына жағынан бастап тігеміз. Дәл бірінші бетін тіккендей, мына булавканың тұрған жерден бастаймыз, осы жерден. И мына келесі булавкаға дейін мына петлялардың астынан дәл мынаны көрсеткендей етіп тігіп аламыз. Екінші жанында мына жердегі маркерге дейін тігіп алдым. Жаңа мен бірінші мына беттен бастадым, я? Мынау қазір жіп қиылмаған бөлігі бар еді ғой, одан емес, жіп қиылып жасырылған беттен бастадым, былай қарай тіктім, я? Осы жерде менің азырақ жібім артылып қалған еді, соны қимастан, кеспей, мына жағына жалғастырып кеттім. Сол үшін мына жермен де бітеу болып тұр. Міне, мына жерден бір-екі рет айналдырып, мына жағын тігіп кеттім. Міне біздің замогымыз осылай жабылады. Сумканың мына артық бөлігін кесіп тастай саламыз қазір. Міне замоктың артық жерін алып тастадық. Енді бізге мына жанын қосып тоқып шығу қалды. Алдымен мына көріп тұрсыздар, қай жерден шығардым. Осы жерден мына жұмыс жібімізді шығарып аламыз. Жұмыс жібімізді шығарып алдық. Енді осының қарама-қарсы бетіндегі петлядан мына жұмыс жібіміз сумканың ішінде жүру керек. Осыдан алып шығамыз. Енді каждый мына петлялардың астында мынандай косичка бар, я? Осылардың өзіміз жақ беттен және қарама-қарсы беттен алып, соединительный петлямен қосып шығамыз. Жұмыс жібіміз сумканың ішінде ұстап отырамыз. Мынандай косичка пайда болады. Дәл осылайнан мына жерге дейін қосып шығамыз. Міне айналдырып тоқып алдық. Енді жібімізді кесіп, жасырып шықсақ болды. Сумкамыз почти дайын. Кольцоларымызды орнатып шығамыз. Сумкамыздың іші осылай. Бізге енді соңғы кисточка жасау қалды украшение ретінде. Қазір бірге жасаймыз. Кисточка жасау үшін бізге 30 сантиметрден 20 полоска керек, және 70 сантиметрден 1 полоска керек. Осылай өзімізге керекті полоскаларды кесіп аламыз. Енді 70 сантиметрлік полоскамызға карабинімізді өткіземіз. И дайындап алған 20 полоскамызды осылайнан қоямыз. Мына ұзын жібіміздің бір жаны ұзын, бір жаны қысқа болады. Мына дәл ортасына қоямыз. Бай өлшеп көрсеңіздер болады.
Енді осы жерден қысып байлаймыз. Әрі қарай видеода көрсетілгендей етіп жасай беріңіздер. Біздің бір мотоктан тоқылатын круглый сумкамыз дайын болды. Замокпен осылай. Украшениясы кисточкамен. Қазір сіздермен размерін өлшеп көреміз. 19 сантиметр диаметрі. Ширинасы 7-8 сантиметр. Бұл сіздерде басқаша шығуы мүмкін, өйткені сіздердің тоқу тығыздықтарыңызға және жіптеріңіздің қалың жіңішкеліктеріне байланысты болуы мүмкін. Мастер-класс ұнады деген ойдамын. Тоқып көріңіздер, лайк басып тіркеліп кетіңіздер каналға. Алдағы уақытта бұдан да әдемі керемет видеолармен бөлісетін боламын. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.